Әйел адам болсын, ер адам болсын, барлығы өзіні жақсы көру керек. Егер де өзін жақсы көрмесе, ол адам темекі шегеді, алкоголь ішеді, жаңа біреу ұрсып жатса да соны тыңдап қарап тұра береді, өзін ұнамайтын жұмысын өзін заставить етіп жұмыс істей береді, өзін жаңағындай өзін критиковать етеді, өзін жақсы көрмеген адам, өзін жаңа басқа адамдармен салыстырады, өзінің денсаулығына қарамай жаңағындай зиянды заттар ішіп жей береді. Содан кейін жаңағы осы өмірдің жаңағы жаман негативтен өскен адам осы программасыменен өмір сүре береді, өз өмірін қолға алмайды. Бізге Алла тағала таңдау берген, барлық мүмкіндіктер жаратып қойған, қайсысына барасын өзің шешесің. Оған дұрыс жолда жүресің ба, немесе өзің ұнамайтын жолда жүресің ба, өзің білесің оны. Барлығымыз өмір өз ағысымен жүрмейді, оны өзің әдемірек, жақсырақ, бақтырақ, мәндірек, сәндірек өткізгің келсе, өз қолыңда, өзің таңдауыңда таңдау берілген бізге. Сен андай күнде су ішесің ба, немесе жаңағындай газированный напитка ішесің ба деген сияқты ғой. Әркім өз таңдауы бар, қайсысын таңдайды, сол зиянды зат аласың ба, немесе пайдалы зат деген сияқты ғой. Сол үшін таңдау болғаннан кейін барлығымыз өзімізді жақсы көрейік бірінші. Сіз өзіңізді жақсы көрсеңіз, өзіңізге назарыңызды бұрсаңыз, өзіңізді денсаулығыңызға қарап күтінсеңіз, жақсы ойлап, жақсы сөйлесеңіз, пайдалы тамақтар ішіп жеп, спортпен айналысып, өзіңізге күтім жасасаңыз, сізде ауру болмайды, депрессия болмайды, стресс болмайды. Сіз өзіңіз жақсы көріп тұрғаннан кейін сізде жоғары вибрацияға көтеріліп, сізде бақыт, шаттық, махаббат, алғыс, сондай сезімдер пайда болып, сіз жаңағы ойлаған армандарыңыз, мақсаттарыңыз оңай түрде орындалатын болады, жеңілдірек болады, жаңа мүмкіндіктер ашылады, жолдар ашылады, әлем сізге назарын аударатын болады, сізден барлығы сөйлескісі келеді, сізге неше түрлі мүмкіндіктер ашылады, жұмысқа шақыратын неше түрлі жан-жақтан жаңағындай сіздің жаңа өзіңіз таңдаған арқылы, өзіңіз жақсы көру арқылы соған подтверждать ететін неше түрлі өмірлік жағдайлар бола бастайды. Сол үшін барынша, егер де ұзақ өмір сүргіңіз келсе, бақытты өмір сүргіңіз келсе, назарыңызды өзіңізге бұрыңыз, өзіңізді құрметтеңіз, өзіңізді жақсы көріңіз. Егер сіз өзіңізді тыңдамай, бәрін өзіңіз жақсы көрмей, өзіңіз критиковать етіп не істесеңіз, өзіңіз денсаулығыңызға қарамасаңыз, өмір жаңағындай ондай адамдар, әлсіз адамдарды алып тастайды, ұзақ өмір сүре алмайсыздар. Өзіңізді өзіңіз құрбан етіп отқан сияқтысыз. Өзіңізді жаман нәрсеге кіргізіп жатсыз, жаман нәрсе ішіп жеп жатсыздар, жаман нәрсе тыңдайсыздар, жаман жаңалықтар, жаңағындай телевизорден біреу ұрсып жатыр ма, сонымен жаңағындай бәрін өзіңізге позволять етіп тұрсыз да, жаңа біреу ұрсып жатса да, ұрып жатса да, шыдап соны. Негізі не үшін онда қиындықтардың бәрі береді? Өзіңе қара, өзіңді қорған, өзіңе көңіл бөл деген сияқты оның бәрі қиындықтардың бәрі беріледі адамға. Бірақ барлығын біз не істейміз? Өзімізді соңғы орынға қойып тастаймыз да, балама болсын, қызыма болсын, күйеуім көңілі жақсы болсын, ата-енем жақсы болсын, әке-шешем жақсы болсын деп бәріне көңілін таба бересіздер, бірақ өз көңіліңізді таппайсыздар. Сол үшін қиындықтардың бәрі содан бола береді. Сол үшін барлық назарыңыздың бәрін өзіңізге бұрыңыз, басқаларды қойыңыз. Сіз осы өмірге өзіңіз жалғыз келдіңіз, жалғыз кетесіз. Ешкіміңізді алып кетпейсіз бірге, дүниені алып кетпейсіз, балаларыңызды да, күйеуіңізді алып кетпейсіз. Өзіңіз жалғыз келіп, өзіңіз жалғыз кетесіз. Сол үшін өзіңізде өзіңіз барсыз. Сіз өзіңізді құрметтеуіңіз керек, өзіңізді жақсы көруіңіз керек. Сіз өзіңізді жақсы көрмесеңіз, өзіңізді құрметтемесеңіз, ешкім сізді құрметтемейді, ешкім сізді аяламайды, ешкім сізді жақсы көрмейтін болады. Сол үшін барынша ұзақ өмір сүргіңіз келсе, деніңіз сау болғыңыз келсе, бақытты болғыңыз келсе, бірінші өзіңізді жақсы көріңіз.